Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Qadırlı жамағат, күндердің ұлығы жұма баршамызға мүбәрәк болсын. Жаратқан Алла ниетімізді, тілегімізді қабыл қылсын. Бүгінгі жұма уағызының тақырыбы қазақ даласындағы мұсылмандық мектептің қалыптасу тарихы жайында болмақ. Яғни қазақ даласындағы мұсылмандық мектеп қалай қалыптасты? Біз бүгінгі күнге жеткенге дейін біздің ата-бабаларымыз исламды қалай ұстанды, қандай кезеңдерден өтті? Сол жайында уақытымыз жеткенше сіздерге айтып жеткізуге тырысатын боламыз. Бәріміз білеміз, Алланың жер бетіне жіберген соңғы діні бұл ислам діні. Ақырғы пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, жаратқан Алла адам атадан бастап пайғамбарымызға шейін жер бетіне 124 мың пайғамбар түсірді, жіберді деп біз қабыл етеміз. Сол соңғы пайғамбар бүкіл адамзатқа түсірілген пайғамбар еді. Ислам діні де адамзатқа түсірілген пайғамбар. Ислам арабтың діні емес. Қазір кейбір біздің қандастарымыздың айтып жүргендей, араб құл деп айтатындай, ислам арабтың діні емес, адамзаттың діні. Исламды тек араб қана қабылдау керек деген ешқандай қағида жоқ. Өйткені Алла бүкіл адамзатқа исламды жіберді соңғы дін ретінде. Қасиетті кітап ретінде Құранды түсірді. Пайғамбарды бүкіл адамзатқа пайғамбар ретінде жіберді. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлығын қабылдамаған адамды біз мұсылман демейміз, кәпір дейміз. Яғни христиан дінінің өкілдерін алайық, яхуди дінінің өкілдерін алайық. Олардың барлығы Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар ретінде қабылдайды, бірақ иман етпейді, оны мойындамайды. Сондықтан олар мұсылман емес. Сол себепті адамзатқа жіберілген бұл ислам діні Меккеден 610 жылы бастау алды. 610 жылы, қазір біз 2025-теміз. 610 жылы Рамазан айының 17 күні пайғамбарымызға пайғамбарлық миссиясы берілді. Иқра бисми раббикаллази халақ деп аталатын Құран кәрімдегі басталатын аят бар, Алақ сүресі. Сол сүренің түсуіменен ислам дінінің алғашқы пайғамбарға берген миссиясы жүктелді. Әрине, жаңа сөзімізде айтқандай, ислам адамзатқа жіберілгеннен кейін Меккемен шектелмейді, араб түбегімен шектелмейді. Бүкіл адамзатқа тарау керек. Тараған кезде қазіргідей телеарна жоқ, қазіргідей телефон, WhatsApp жоқ, немесе телефон жоқ, яки болмаса газет, журнал жоқ. Бірінен бірі хабарды жылдам жеткізетінде мүмкіндік жоқ. 1400 жыл бұрын артқа қарай шегініс жасайтын болсақ, тіптен біз артқа қарай шегіністі 50 жылға алайықшы. 50 жылға. Жер бетінде 50 жыл бұрын жаңалықтың тарау жылдамдығы 25 сағатты құраған. Айтайық, Америкада бір жағдай болса, сол бүкіл әлемге тарау үшін 25 сағат уақыт өтетін болған. 50 жыл бұрын. Ал қазіргі кезде әлемге жаңалықтың тарау жылдамдығы 7 секунд. 7 секундта әлем көреді. WhatsApp арқылы, интернет арқылы. 50 жыл бұрын 25 сағатта тарайтын жаңалығымыз қазір 7 секундта тарап жатыр. Демек, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлығы, адамзатқа түскен ислам діні жер шарына тарау керек. Қалай тарайды ол? Қалай тарайды? Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам 23 жыл пайғамбар болған кезеңінде Мекке мен Мәдинаны және сол төңіректегі араб қауымын исламға тартты. Олар мұсылман болды. Пайғамбарымызда мәңгілік емес, Алла пайғамбарымызға шектеулі ғұмыр беріп, 63 жасында бұл пәниден о бақиға аттанды. 632 жылы пайғамбарымыз 8 маусым дүйсенбі күні сәскенің уақытында қайтыс болады. 632 жылы 8 маусым 6 айда өз шаңырағы Айша анамыздың бөлмесінде қайтыс болады.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болғаннан кейін ислам дінін ары қарай тарату керек, ары қарай жеткізу керек. Оған кімдер ол аманатты мойнына жүктеді дейтін болсақ, әділетті 4 халифаны аламыз. Хазіреті Абу Бәкір, Хазіреті Омар, Хазіреті Осман, Хазіреті Али. Бұл 4 шадиярдың ықпалыменен ислам діні қазіргі біз білетін Мекке, Мәдинаның төңірегінен бастап шығысы толықтай Иран, Ирактың барлығы алынды, солтүстігі Әзербайжан алынды, Грузияға шейін жерлер алынады, және де қазіргі Сирия дейміз ғой, Палестина, Иордания, Израиль мемлекетінің орналасқан аймақтың барлығы Шам дейді. Шам өлкесі, сонымен қатар солтүстік Африкада Мысыр, Мысырдың жанындағы Ливия елдері, бұлардың барлығы ислам халифатының қарамағына өтеді. 30 жылдың ішінде, пайғамбарымыз қайтыс болғаннан кейін 4 халифаның уақытында 30 жылдың ішінде ұлан-ғайыр жердің барлығы мұсылман билігінің қанатына өтіп, мұсылмандардың саны күрт өседі 30 жылдың ішінде. Неге? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: кімде кім бір адамның иман келтіруіне себеп болатын болса, яғни күннің шыққаннан батқанына дейінгі бүкіл нәрседен де артық сауап болады дейді. Хазіреті Алиге айтады: "О Али," дейді, "сенің ықпалыңменен, сенің себебіңменен бір адам иман келтіріп мұсылман болса, 100 қызыл түйеден де артық сауап қой" дейді ғой. Яғни мұсылмандар ұлан-ғайыр жерде билік еткеннен кейін ол жерге саудагерлер арқылы, және де дінді насихаттаушы ғалымдар арқылы, қарилар арқылы, ерікті дін жанашырлар арқылы сол жаққа, сол өлкелерге тарау арқылы ислам дінін насихаттады. Жергілікті халықтың мұсылман болуына ықпал етті. Соның нәтижесінде олар ұшан теңіз сауапқа қол жеткізді. Өйткені бір адамның иман етуі, құрметті ағайын, бір адамды сіз намазға жығып, кәлимаға тілін келтірсеңіз, Құдай тағала шығыс пен батыстың арасында қандай дүние байлық болса, сондай сауапты береді. Яғни мұсылман адам ақша үшін өзгені исламға кіргізбейді. Бір пайда үшін, немесе бір мүдде үшін біреуді исламға кіргізбейді. Алланың разылығы үшін дінді насихаттап, адамға исламды түсіндіреді. Бір адам мұсылман болса, біз төбеміз көкке жеткенде қуанамыз. Өйткені сізге Алла шексіз сауап береді. Енді біз соның хадистің керісіншесін ақылыма салып көрейікші. Керісінше, сіздің қисық мінезіңізбенен, сіздің жат әрекетіңізбенен бір адам ислам дініне шығып кетсе не болады? Маған діннің керек жоқ, шоқынам деп кетсе не болады? Ақырын бір ойлап көрейікші. Сауап, біреуді ислам дінге кіргізсең, мұсылман қылсаң сауап, ал сенің қисық әрекетіңменен, жаман мінезіңменен біреу діннен шығып кетсе, ислам діннен шығып шоқынып кетсе, оның ақыры қалай болатындығын көз алдыңызға елестетіп көрдіңізші. Бұл өте қиын нәрсе. Сондықтан да біз үнемі мұсылман бауырымызға айтарымыз: дінге пайдаң тимесе де зияныңды тигізбе дейміз. Сіздің кесіріңізден бір адам діннен безіп кететін болса, ақырет қиын болады. Сол үшін дінге пайдаң тимесе де зияныңды тигізбе. Яғни артық қылам деп тыртық қылып, өзгені шоқындыруға итермелеме дейміз. Өйткені бұл Құдайдың діні. Нәтижесінде ислам діні, міне пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның дүниеден озуыменен араб түбегінен сыртқы елдерге тарады. Біздің енді осы ислам діні одан ары қарай тағы да қай жерге тарады дейтін болсақ, 4 шадияр дейміз. 4 әділетті халифадан кейін, Абу Бәкір, Омар, Осман, Али радиаллаху анхумдардан кейін 661 жылдан бастап Әмәуи халифаты құрылды. Әмәуи Умейя дейтін адамның ұрпақтары билікке келеді. Соның атыменен Әмәуи халифат дейтін халифат орнайды 661 жылы. 750 жылға шейін билік құрады. 14 халифа өткен. Бұл әулеттен 14 халифа шығады, 14 патша шығады, мұсылмандарды билеген. Сол кезде шығысы, сол исламдың жаңағы Иранмен шектелген жер, бұл жолы қазір біз білетін Өзбекстанның Әндижан, Фарғана дейтін жеріне шейін жетеді мұсылмандар. Біздің оңтүстігі Сайрам дейміз ғой, сол жаққа шейін жетеді мұсылмандар. Ташкенттің барлығы толықтай мұсылманның билігіне өтеді.
осы түркі, бұл жерде біздің бабаларымыз түркілер, қарлұқтар дейміз, өмір сүріп жатты. Араб қауымнан, мұсылмандардан алыста. Бірақ сол біздің Орта Азияға Мауарауи нахр дейді, құрметті ағайын. Амудария мен Сырдарияның ортасынан Мауарауи нахр дейді. Ефрат пен Тигрдің ортасындағы өлкеге Мезопотамия деп атайды. Сол Мауарауи нахрға біздің аймаққа ислам діні ең алғаш қашан келді дейтін болсақ, 674 жылы келеді. 674 жылы Хазіреті Осман радиаллаху анхудың баласы Саид қолбасшы болып Самарқанд пен Бұхара қаласын алады. 674 жылы. Сол жерде мұсылманшылықты орнықтырып, мешіт салады. 674 жылы. Әлі қазақ даласына жеткен жоқ. Қазіргі Алла тақиялы ағайынның аймағында едім. 674 жылы. Бұл Мұғауия халифаның кезетін. Мұғауиядан кейін, 674 жылдан кейін, 30 жылдан кейін барып, қазақ даласына жаймен шет керек келе бастайды. Ол кім еді? Ол Құтайба бин Муслим атты атақты даңқты қолбасшы етін. Амауи халифатының шығыстағы қолбасшысы осы шығысқа қарай исламды алып келеді. Фатх дейді. Фатх деген ашу. Бап, есікті бап дейді, арабша айтқаныңызда бап. Сол есіктерді ашуға бап деп атаған. Нәтижесінде біздің даламызда мынандай сөз бар ғой, Сайрамда бар сансыз бап, Түркістанда түмен бап, Отырарда 30 бап, баптардың үлкені арыстан бап деген сөз бар бізде. Бап деген есік, ал ол есікті ашу керек. Ал сол есікті ашқан Құтайба ибн Муслим болды. Біздің сол замандағы бабаларымыз түркілерменен, қарлұқтарменен шайқаса отырып, осы Сайрамға дейінгі жерге жетеді. Бұл 715 жылға дейін осы жерлерге ислам діні келеді. Өйткені, жаңа айтып өткенімізде, ислам діні адамзаттың діні. Оны насихаттауың керек, жеткізуің керек. Ашатын есікті ашып, ары қарай өткізуің керек болады. Сол біздің жерімізге, даламызға Құтайба ибн Муслим келеді. Нәтижесінде осы жаққа ислам дінін жеткізеді. Бірақ қазақ даласына, біздің осы байтақ даламызға ислам дінінің келуі, ары қарай қанат жаюы қашан басталды деген сұрақ туындайды. Тарихи кітаптарға жүгінетін болсақ, біздің қазақ даласына ислам дінінің келуі 751 жылдан басталады. Олай дейтін себебім, мынау Қарақытай дейтін ел бар. Қарақытай, Қытайдың таң империясының. Солар Ташкентті басып алады. Ташкентте билік болады, билікке талас болады. Сонда олар Қытайдан көмек сұрайды. 100 мың әскермен кеп Қарақытайлар Ташкентті басып алады. Сол кезде түркілер мұсылман араб әскерінен көмек сұрайды 751 жылы. Ал мұсылман әскерінің шығыстағы гарнизоны қай жерде еді? Орталығы Дамаск қаласы, шығысы Түркменстанның Мары дейтін қаласы. Өзі әр елдің өзінің саясатында білесіздер. Әскери гарнизондар құрады. Дер кезінде келген жауға соққы беру үшін. Сонда Мары дейтін Түркменстанның қаласында сол әскери гарнизон болған. Сол жердің қолбасшысы Зият ибн Салихтан көмек сұрайды. Түркілер, біздің бабаларымыз Қытайларға қарсы, Қарақытайға қарсы. Мұсылман әскері көмекке келіп 751 жылы Тараз жақ дейміз ғой, Тараз жақта Атлақ дейтін жер бар. Талас өзенінің бойында. Қырғыз бен қазақтың арасында өтетін Талас өзені бар ғой. Соның бойында Атлақ дейтін жерде 751 жылдың тамыз айында 5 күн мұсылман арабтар менен Қарақытайлардың арасында соғыс болады. Әрине біздің бабаларымыз мұсылман арабтарға көмек береді. Болысып, сол жерде Қарақытайларды бір жолата қазақ даласынан қуып шығады. Содан бастап қазақтың даласында ислам діні жайменен қанат жая бастайды. Ең көне мешіт, Қазақстандағы ең көне мешіт Тараз қаласында. Яғни 9 ғасырдың ортасында салынған мешіт. Ең көне мешіт Тараз қаласында тұр. Яғни Әулиеата дейтін кезінде бір базар болды. Базардың бәрін сырт тастап, орында аспан астындағы музей ашты ғой. Мешіттің іргетасын қазір көрсетіп тұрады. Сол қазақ даласындағы ең көне мешіт, бірінші салынған мешіт. Өйткені ислам діні ең бірінші қанат жайған жері сол жерден басталды. Яғни бұл ислам дінінің былайша айтқанда қазақ даласына келудің бірінші сатысы етін. 674 жылдан бастап 950 жылға шейін.
Ал енді 950 жылдан бастап екінші кезең басталды қазақ даласында ислам дінінің қанат жаюының. Бұл қараханиттер дәуірі. Қараханиттер, яғни шығысы мынау Қытайдың Үрімшіден бастап бер шеті мынау Самарқанд, Бұхараға дейінгі біздің оңтүстік аймақтың бәрін алып империя қараханиттер болды. Қараханиттер түркілер, біздің бабаларымыз құрған империя. Сол кезде қараханиттердің патшасы Сатуқ Бурахан 955 жыл ислам дінін қабылдайды. 960 жыл Мұса Қаған ислам діні қараханит мемлекетінің ресми діні деп жариялайды. Содан бастап қарқынды түрде ислам діні қазақ даласында тарайды. Бұл қараханиттердің дәуірінде біз атақты 3 ғалымды білеміз. Қазір бәріміз мысал айтып жүрген Қожа Ахмет Яссауи осы қараханиттердің дәуірінде өмір сүрді. Махмуд Қашқари қараханиттердің дәуірінде өмір сүрді. Жүсіп Баласағуни дейміз. Өйткені қараханиттердің орталығы Шу өзеніне жақын жерде Баласағун қаласы болған. Жүсіп Баласағун деп айтып жүрген осы 3 түркілерден шыққан атақты ғалымдар қараханиттердің дәуірінде өмір сүрді. Соның ішінде Қожа Ахмет Яссауи бабамыз түркілерге, яғни біздің аталарымызға ислам дінін түркі тілімен насихаттады. Өлең түрімен насихаттады. Өйткені көшпенді біздің бабаларымызға қара сөзге қараған кезде өлеңмен жеткізілген уағыз жүректерінен орын алды ғой. Қазір біз кез келгеніміз Шәкәрімнің, Абайдың немесе басқа жыраулардың өлеңдеріменен жаңағыдай дінімізді насихаттасақ, құлағымыз елең ете қалады. Неге? Біздің бойымызға сіңген насихатымыз қара сөз емес. Біздің бойымызға сіңген насихат, имандылық бұл өлеңмен жетті қазақ даласына. Міне бұл қараханиттердің кезі, екінші кезең. Және бұл уақытта қазақ даласына көптеген ғалымдар шықты. Оны атап өтуіміз керек. Хұсаметтен Ас-Сығанақи секілді, немесе Түркістанның қасынан шыққан тағы да үлкен бір ғалым бар. Ол кісінің аты Қауметдин Әл-Фараби Әт-Түркістани дейтін, Әл-Итхани дейтін ғалым шыққан. Бұндай ғалымдар өте көп шықты. Және де Ахмет Яссауи, Қожа Ахмет Яссауи бабамыз осы кезеңде сопылық жолдың жаңа мектебін ашты, Яссауи тарихатын. Арабтарда немесе парсыларда, арабтардағы сопылықта шейх дейді ғой, шейх. Пірлерінде шейх дейді. Парсыларда жаңағы сопылықтың жоғарғы рухани көсеміне пір дейді. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз сопылықтың ең жоғарғы лауазымдағыларды ата деп атады. Яғни ата, Мансұр ата, Сейіт ата, Хаким ата, немесе Садыр ата, оңтүстік жақтағы аралап жүрсеңіз көптеген магазиндердің аты, дүкендердің аты атамен аталады ғой. Шопан ата, Қараман ата. Яғни бұл Ахмет Яссауи негізін қалаған сопылық жолдағы рухани ұстаздар ата деп атады олар. Арабтар шейх деді, парсылар пір деді, біздің бабаларымыз ата деп атады. Яғни бұл қараханиттердің дәуірінде екінші кезең. Үшінші кезең Алтын Орда дәуірі. Қараханиттердің дәуірін білесіздер. Яғни 1212 жылы Қараханит мемлекеті құлайды. Орнына Шыңғыс хан моңғол шапқыншылығынан кейін Алтын Орда мемлекеті құрылады қазақтың даласында. Сол кезеңде бәріміз білетін Берке хан, Өзбек хан, бұлар ислам дінін қабылдағаннан кейін қазақ даласында ислам діні, мұсылмандық қанат жаяды. Әрине сол жаңағы қараханиттердің дәуірінде біздің бабаларымыз қандай мәзһаб ұстанды деген сұрақ туындайды. Біздің табиғатымызға жақын болғаны Абу Ханифа мәзһабын ұстандық. Біздің сол даламыздан шыққан имам Матуриди негізін қалаған сенім мектебімен Матуриди ақидасы деп атап жүрген, соны осы біздің түркі бабаларымыз соны қабылдады. Яғни біз сүнниттік бағыттағы 4 мәзһаб ішіндегі Абу Ханифаны сол қараханиттердің уақытында ресми түрде ұстандық. Екіншісі имам Матуриди негізін қалаған ақида мектебін ұстандық қараханиттердің кезінде. Содан Алтын Орда дәуірінде мешіт медреселер көбейді, ғұламалар шықты көптеген қазақ даласынан. Қаншама Әл-Фарабилер шықты, Сығанақилер шықты, жаңағы Жендилер шықты, Испиджабилер шықты. Олардың барлығы Ханафи, Матуриди болды. Былайша айтқанда атадан балаға келіп отырды. Ал енді Алтын Орда мемлекеті құлағаннан кейін не болды? Алтын Орда мемлекеті құлағаннан кейін 1465 жылы Қазақ хандығы құрылды. Керей мен Жәнібектің Шу ойына келіп Қазақ хандығын құрғандығын бәріміз білеміз. Ал бұл Алтын Орданың мұрагерлері, мирасқорлары. Сол кезеңде қалыптасқан Ханафи мәзһабы, Матуриди ақида сенім мектебі ары қарай қазақ даласында жалғасын тапты. Әрине ол заманда бір муфтиді сайлап қою немесе сондай бір жүйе құру деген
мәселе болған жоқ, бірақ барлық жерде мешіттер болды, имамдар болды, ахундар болды, ишандар болды қазақ даласында. Бұл қазақ хандығы тұсында еді. Сол кезде біздің бабаларымыз ислам дінін қабылдағаннан кейін, ислам дінінің өзінің бір ережесі бар, фихта. Жергілікті халықтың салт дәстүрін мойындай ма, мойындамай ма дейтін сұрақ болады. Яғни қазір бізде бір әсіре діншілдер секілді көрінетін біреулер бар, радикалдар. Дәстүрді біреулер жоққа шығарса, біреулер дінді жоққа шығарып, дәстүрді тек біз дәстүрмен жүруіміз керек дейтін тәңіршілер шықты. Біреулер шықты, ойбай біз дәстүр керек жоқ, дәстүр деген ол бидғат деп шықты. Жоқ, шариғатта не дейді? Шариғатта егер де шариғатқа қайшы келмейтін жергілікті халықтың салт дәстүрі болса, оны қолдануға рұқсат берді шариғат. Бүкіл салт дәстүрді жоққа шығарған жоқ шариғат. Құранға, хадиске, шариғаттың негізіне қайшы келмесе, рұқсат береді. Ханафи мазхабында үкім шығарудың 7 шарты болса, сол 7 шарттың біреуі урф. Урф деген нәрсе бар. Жергілікті әдетті ғұрыпта негізге алынады. Міне осылайша қазақ хандығында да бұл ары қарай жалғасты. Әрине біз білетін осы қазақ даласындағы ақын жыраулардың көпшілігі сол қазақ хандығы дәуірінде шыққандығын білеміз. Мысалы Доспанбет жырау, Шалкез жырау, Марғасқа, Жиембет, Ақтанберді, Тәттіқара, Үмбетей, Бұқар жырау. Бұлардың бәрі сол қазақ хандығы тұсында жоңғар шапқыншылығына дейінгі болған оқиғалар. Сонымен қатар жаңағы Шортанбай ақынды білеміз, Мұрат Мөңкеұлына, Әбубәкір Керді дейтін ақындары бар. Бұлардың барлығы халыққа уағыз насихатты өлең түрімен жеткізді. Кез келген қазақтың сол тарихта өткен ақын жырауларын алып өлеңдерін қараңызшы. Тұнып тұрған имандылық, әдепке тәрбиелейді, имандылыққа тәрбиелейді, Құдайға құл болуға тәрбиелейді. Яғни бұл біздің ақын жырауларымыз. Өйткені біздерге табиғатымызға жақын нәрсе өлеңменен насихатталғаны. Бұл әлі күнге шейін жалғасып жатыр. Бұл 4-ші кезең, қазақ даласындағы қазақ мұсылмандық мектебінің қалыптасуының 4-ші кезеңі. 5-ші кезеңі Ресейдің отаршылық кезеңі. Бұл 750 жылдардан басталады. 1917 жылы Қазан төңкерісіне дейін кезең. Бәріміз білеміз, Әбілқайыр ханның жаңағы Ресей патшалығыменен келісімге келу мәселесін білесіздер. Содан бастап Ресейдің отаршылдық қазақ даласына дендейді. Біз енді жаңағы ел басқару саясатын тоқтамай қойық, діни мәселеге келейік. Сонда екінші Екатеринадан басталған дін саясатын жүргізу Ресейдің отаршылдық саясатына кірді. Қазақтарды Орталық Азиядағы өзге мұсылмандарменен байланысын үзу үшін ресми түрде молдаларды Ресей тарапы, губернаторлар бекіте бастады. Молдалардың бәрін тікелей Ресейге бағындырды. Указной молда дейді, приказды сол жақтан алып келетін болды. Қызмет жасау үшін, молда болып қызмет жасау үшін приказды Ресейдің губернаторынан аласың. Қай губернайға тәуелді болсаң, сол жақтан приказ алып келесің молда болу үшін. Яғни бұл Ресейдің жасаған діни саясат, және де шоқындыру саясаты жүрді, білесіздер. Ресейдің кезіндегі ақ патшаның тұсында. Әрине бұл шоқындыру саясатында қазақтар шоқынған жоқ, құрметті ағайын. Тіпті олар не деді? Шекаралас жатқан аймақтағы қазақтарға Ресейге кіру үшін төлқұжат беру керек. Ал төлқұжатты алудың ең оңай жолы христиан дінін қабылдауың керек. Христиан дінін қабылдап шоқынсаң, Ресейге кіре аласың. Ал оған біздің қазақ бабаларымыз шоқынған жоқ. Шоқынуға қарсы күресті. Көкшетауда білесіздер, Науан Хазірет дейтін атақты біздің имамымыз өткен. Сол кісі, сол секілді көптеген ахун, ишандар, хазіреттер орыстардың сол кезеңдегі шоқындыру саясатына қарсы жұмыс жасады. Қазақ халқын шоқындырудан алып қалды. Бірақ өкінішке орай қазір сол бабалардың үмітін ақтай алмай жатырмыз. Көптеген қандастарымыз шоқынып кетті қазір. Христиан діннің түрлі тармақтарының өкілі болып, халилуясын айтып шоқынып кетті. Ал ол бабаларымызға ертең ана дүниеге барған кезде бетіне қалай қарайды екенбіз біз. Олар шоқынбау үшін жанын салды, біздер шоқынса да, шоқынбаса да бізге түк қызық болмай отыр. Яғни бұл кешегі біздің қазақ даласындағы өткен нәрселер. Енді ақ патшаның дәуірі өтті кетті. 1917 жыл мен 1943 жылдар арасында коммунистер билікке келді. Білесіздер, Қазан төңкерісімен кеңес үкіметі құрылды. Кеңес үкіметі дінге кәдімгідей тыйым салды. Атеистік жаңағы қоғамды жүзеге асырды. Имам молдалардың бәрін атты, қуғындады,
ит жеккенге жіберді. Мешіт медреселер жабылды, түрлі мақсатта пайдаланды мешіттің ғимараттары. Қойма болды, кітапхана болды, неше түрлі әкімшілік ғимараты болды, білесіздер оны. Кеңес үкіметіндегі. Бұл 43 жылға шейін жалғасты. 43 жылы Сталин амалсыз дінге рұқсат берді. Неге? Немістер қос өкпеден алған кезде, Мәскеуді қоршаған кезде Сталин амал жоқ, діндарлармен сөйлеседі. Сонда мына Орта Азиядағы мұсылмандар шақыртады. Ол кездегі үлкен-үлкен ғалымдар ғой. Солармен ақылдасады дін мәселесінде. Фашистерден жеңілеміз бе, жеңеміз бе деген мәселе. Сонда біздің ғалымдарымыз, имамдарымыз айтады Сталинге: бұл соғыста немістер жеңіледі дейді. Неге сүйеніп айтып отырсың дейді ғой. Себебі Құдайдың азабыменен азаптаған адам жеңіледі дейді. Қалайша? Өйткені олар адамдар тірідей өртеді ғой дейді ғой. Немістер адамдарды кәдімгі қораға, малға қораға кіргізіп, үйге кіргізіп өртеп тастады ғой. Тірідей өртеу бұл Құдайдың құзыретіндегі жаза, тозақ. Адам бұнымен жасаса, ол Құдайдың жазасына ұшырайды дейді. Сондықтан олар жеңіледі түбі дейді. Содан 1943 жылы Сталиннің жарлығына сәйкес кеңес үкімет тұсында 4 муфтият құрылады. Соның біреуі Ташкент қаласында. Орта Азия және Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы деп құрылады 43 жылы. Орысша Садум дейді, Садум. Оның бірінші муфтиі ретінде Ишан Бабахан Абдул-Мәжидхан дегенді тағайындайды, сайлайды. Қазақстан енді Орта Азия және Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы болғаннан кейін Қазақстанда кім болады? Муфти болмайды ғой. Қази болады. Абдул-Ғаффар Шамсуддин дейтін қази болады. Бұл кісі 49 жылдан 52 жылға шейін қази болады. Ол кісіден кейін барып Садуақас Қажы Ғылмани қази болады. 52-ден 72 жылға шейін. 72-ден 79 жылға шейін Жақия Бейсенбайұлы қази болады. Көкшетауда оның атында мешіт бар, білесіздер. Садуақас Ғылмани атында бізде мешіт бар міне. Бұл Қазақстанның қази болады. Былайша айтқандағы муфти дәрежесіндегі. 1979-дан 1990 жылға шейін Қазақстанның қази болып Рәтбек Қажы Нысанбайұлы болады. 1990 жылы Рәтбек Қажы Орта Азия мұсылмандар діни басқармасының орталығы Ташкенттегі діни басқармадан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасын бөліп алады. 1992 жылдың 12 қаңтар күні Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы құрылады. Кеңес үкіметі құлаған жоқ ол кезде. 90 жылы Рәтбек Қажы осы муфтиятты құрады. Қазақстанның діни дербестігін құрады. Енді бұл былайша айтқан кездегі 7-ші кезең. Ақпатшаның кезден кейінгі 7-ші кезең 43 пен 90 жылы. 90 жылдан бүгінгі күнге шейін бұл 8-ші кезең Қазақстанның тәуелсіз ел болғаннан кейінгі діни басқармасының ары қарай жұмыс жасауы. Білесіздер, ең бірінші Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы болып Рәтбек Қажы Нысанбайұлы тағайындалды. 90 менен 2000 жылдар аралығында. 2000 жыл мен 2013 жылдар аралығында Әбсаттар Қажы Дербісәлі Хазірет болды, муфти болды. 2013 пен 2017 жыл аралығында Ержан Қажы Малғажыл Хазірет болды, муфти болды. 2017 менен 2020 жылға дейін Серікбай Қажы Сатыбалды Хазірет болды. Сол 2020 жылдан бүгінгі күнге шейін Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазірет Қазақстан мұсылмандарының бас муфтиі болып қызмет жасап келеді. Яғни айтпағымыз, қазақ даласындағы осы мұсылмандық мектеп бүгін немесе кеше құрыла салған дүние емес, анау тарихтан бері қарай келе жатыр. Енді осы қазақ даласындағы мұсылмандық мектептің бір ерекшелігі бар ма, жоқ па деген сұрақ туындайды. Біз орталық Азия мемлекеттері бесеуміз. Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан, Қырғызстан. 5 мемлекетті Ханафи мазхабын ұстайды. 5 мемлекетте сенімді имам Матуриди негізін қалаған ақида мектебін ұстайды. Бізде фиқх пенен ақидада ешқандай да талас жоқ 5 мемлекеттің мұсылмандарында. Бірақ әр мемлекеттің өзінің әдеті бар, дәстүрі бар. Соған сәйкес айырмашылық болады. Ал біздің айырмашылығымыз не? Қазақ мұсылмандық мектебінің айырмашылығы не? Бірінші, біз 7 атаға шейін үйленбейміз. Көршілеріміз үйленетін шығар, біз үйленбейміз. Жер бетіндегі мұсылман қауымның ішіндегі біз ғана 7 атаға шейін үйленбейміз. Шариғатта рұқсат берілген үйленуге, бірақ біз үйленбейміз. Бұл біздің қазақ даласындағы мұсылмандық мектептің бірінші ерекшелігі. Біз өзіміздің руласымызды алмаймыз ғой, дұрыс па? Құрметті ағайын, алғанды біз жақтырмаймыз. Ал араб үйлене ме, басқа үйлене біздің шаруамыз жоқ. Біздің ерекшелігіміз осы бірінші. Екінші, біздің мұсылмандық мектептің ерекшелігі қазақ даласында әмеңгерлік дейтін нәрсе бар. Әмеңгерлік дегеніміз не?
Ағасы қайтыс болса, інісі жеңгесін алады, немесе інісі қайтыс болса, ағасы келінін алады. Жесірін қаңғыртпаған, жетімін жылатпаған елміз дейміз. Осы отырған бәріміздің аталарымыз сол әмеңгерлікті жүзеге асырды ғой. Соғыс кезінде басқа жағдайда жеңгесін алды, немесе келінін алды ғой. Оны қазір ғой бізге ойбай, біз современный болып кетті, ойбай, ол не зат деп шығамыз. Болды ғой тарихымызда. Одан қашып құтыла алмаймыз ғой. Сондықтан бұл әмеңгерлік. Әмеңгерлік шариғатта қайшы ма? Жоқ, қайшы емес. Дәлел керек пе? Дәлел айтайын. Хазіреті Али радиаллаху анху, ол кісінің екі ағасы болған. Ақил деген ағасы, және де Жағфар дейтін ағасы болды. Жағфар дейтін ағасы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның уақытында Муъта дейтін жерде соғыс болады, Муъта соғысы. Соған қолбасшы етіп жібереді. Жағфар Хазірет Алиден үлкен ғой. 629 жыл соғыс бұл. 3000 әскер, 100 000 Римнің әскеріне қарсы соғысады Шам тарапта. Құдайдың құдіреті қарашы, 100 000 әскермен 3000 әскер 7 күн бойы соғысады. Бүйтіп ойланып қарап көріңізші, 3000 адамды 100 000 әскер қуалап жүріп ұстап алады ғой. Ақылға салсаң, қуалап жүріп ұстап алады ғой, 3000 адам 100 000 әскер. Бірақ Құдайдың құдіреті жеңе алмайды. Бірақ сол соғыста Жағфар ибн Абу Талиб, Хазірет Алидің ағасы, шахид болады. Екі қолынан айырылады да шахид болады. Енді ол қаралы хабар жетеді Мәдинаға. Уақыт өте келе Хазірет Али өзінің жеңгесіне ұсыныс жасайды. Үйлену ұсыныс, әмеңгерліктен. Бірақ оның жеңгесі Әсма бинті Лайс ол ұсынысты Фатима анамызға айтады. Хазірет Алидің жұбайы пайғамбарымыздың қызы ғой. Фатима анамыз әкесіне айтады пайғамбарға. Али тоқал алайын деп жатыр дегенде. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хазірет Алиге рұқсат бермейді. Пайғамбарымыз Фатима тірі кезінде Хазірет Алиге екінші әйел алуға рұқсат берген жоқ. Яғни Хазіреті Али егер де жеңгесін алу харам болса, жеңгесіне барып ондай ұсынысты айтпас еді. Міне бабаларымыздағы әмеңгерлік деген нәрсе осы. Оны біз ойбай бұл андай екен, мындай екен деп алып қашпа әрекетке, сөзге, артық сөзге баруымыздың қажеті жоқ. Артықшылық болды ма? Болды. Мұсылманшылық артықшылық. Үшінші, келіннің сәлем салуы. Яғни қазір енді білмеймін енді. Келіндердің біраз сәлем салады, көпшілік сәлем салмайтын болып кетті, современный болып кетті ғой. Яғни келіннің сәлем салу шариғатқа қайшы емес. Біз сәләфиттермен не үшін қырылыстық? Осы 10 жыл бойы қырылыстық қой. Олар сәләфиттер не дейді? Келіннің сәлем салуын ширк дейді. Біз айтамыз, ширк емес. Өйткені ол құлшылыққа жатпайды. Адам атаған періштелер сәжде жасады. Құранда айтады. Юсуф пайғамбарға әкесі мен шешесі және де 11 бауыры сәжде жасады дейді Юсуф сүресінде. Яғни бұл келіннің сәлем салу шариғатта құлшылыққа жатпайды. Төртіншіден, домбыра тарту. Домбыраны кейбіреулер харам деп қояды. Жоқ, сіз домбырамен дискотечный музыка қоймайсыз, оған сіз билемейсіз. Ол ұлттық бір аспап ретінде біздің ақын жырауларымыздың бізге жеткізген неше түрлі жаңағы тәлім тәрбиеге толы мағынадағы өлеңдерін сол домбырамен жеткізді. Бұл да біздің ерекшелігіміз. Көршілермен есептегенде, 5 мемлекеттің 4-еуінде жоқ қой, бұл бізде ғана бар. Және де сүйінші сұрау, көрімдік сұрау қазақтың дәстүрінде бар. Яғни бұл да шариғатқа қайшы емес. Өйткені Ибрахим пайғамбарға Құран кәрімде айтады, періштелер келіп сүйінші айтады, сенің әйелің Сара жүкті болып саған ұл туып береді дейді ғой. Сонда қартайған әйелі Сара оны естиді, күледі, аузын жауып, мен қалай туамын дейді ғой. Яғни кемпір адамның туатындығын сүйінші дейді Құранда. Закария пайғамбарға да сондай сүйінші береді. Яғни бізде сүйінші сұрау, көрімдік сұрау бар ғой, бәріміз көрімдік бермейсің бе деп сұраймыз ғой. Және де тағы бір ерекшелігіміз, көрші мұсылмандардан біз алыстағыларды айтпай-ақ қояйық. Жеті нан тарату деген бар қазақтың дәстүрінде. Иіс шығару деген нәрсе бар. Дұрыс қой. Бейсенбі күн немесе жұма күні иіс шығарып, шелпегін пісіреді, көрші қолаңға жаңағы құдайынан қылып айтыр садақа таратып береді, немесе мешітке әкеліп береді. Дәл сол секілді, яғни осындай біздің ерекшеліктерімізді атай берсек болады, уақытым қысылып бара жатқаннан кейін тоқтатып жатқанымыз. Сондықтан да құрметті жамағат, яғни қазақ даласындағы мұсылмандық мектеп сонау 751 жылдан басталады. Және бүгінгі күнге шейін біздің өзге мұсылмандардан азды көпті айырмашылығымыз бар. Мен жаңа айтып жатқандай бірнеше айырмашылықты атадым. Бәріміз Ханафи мазхабын ұстаймыз, бәріміз Матуриди ақида сенім мектебін ұстаймыз. Көрші қырғыз ағайын, өзбек ағайын, тәжік, түркмен бәрімен, бірақ
біздің өзіндік мұсылмандық ерекшелігіміз бар екендігін сіздерге жеткізгіміз келіп отыр. Қадірлі ағайын, біздің мынау мешітіміз немесе имамымыз немесе де осы ұстанып жатқан жолымыз кеше қалыптасқан жоқ. Біздің қалыптасуымызға себеп болған тарихи кезеңдерді мен атап өттім. Жаңағы алғашқы кезеңнен бастап кешегі Қазақ хандығы немесе 1943 жылы құрылған САДУМ дейміз, Орталық Азия мұсылмандар діни басқармасы, және де бүгінгі күнге дейін жетіп отқан осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы сол бабалардың жолын жалғап келе жатқан жол. Қазақ хандығы тұсында қазақ даласында екі сопылық мектеп кең тарады. Яссауи тарихаты және де Нақшбанди тарихаты. Оны да сіздерге айтып өтейін. Яссауи тарихатында рухани ұстазға ата деп атаса, Нақшбанди тарихатында ишан деп атады. Ол екеуін шатастырмаңыздар. Ата десеңіз де, ишан десеңіз де, пір десеңіз де, шейх десеңіз де, барлығы бір ұғымды білдіреді. Оның барлығы рухани ұстаз деген сөз. Құрметті ағайын, енді уақытымызда өтіп бара жатыр, кешірім сұраймын. Амин. Альхамдулиллахи раббил аламин. Жаратқан жаббарим, елімізге тыныштық бергейсің, халқымызға амандық бергейсің. Елдің ішін, я Алла, өзің түрлі алауыздықтан, бәле-жаладан сақтағайсың. Жаратқан Алла қол жайған баршаларымыздың екі дүниеде жүздеріміз жарық етіп, қиямет қайымда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға, сахабаларға көрші болуды нәсіп еткейсің. Амин. Альхамдулиллахи раббил аламин. Алла